Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып, ана тілі, 31-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы әліпби. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өтірік өлең. Сүтін сауып торғайдың, жеттім тайды өсірдім. Аққу жегіп арбаға, бүкіл елді көшірдім. Инемен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Ауыз әдебиетінен алынған өлең екен. Өлең не туралы? Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Екінші жаттығу. Тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз. Сурет атауларының алғашқы әріпін ата. Ол әріптер әліпбиде нешінші тұр? Үшінші жаттығу. Оқы. Қалып қойған әріпті тап. Балалар, барлық тапсырманы орындап болсаңдар, сендерге қосымша тапсырма. Бастырып жаз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.